Сәлем досым, мен бүгін Воин киносы жайлы қысқаша айтып беретін боламын. Егер саған менің видеоларым ұнайтын болса, онда менің арнама жазылу арқылы қолдау көрсете аласың. Фильм Томми Райерденді таныстырумен басталады. Ол өзінің бұрын маскүнем болған Пэдди атты әкесіне арада 14 жыл өткен соң келеді. Әкесі өзінің өмірін өзгертіп, маскүнемдіктен бас тартқан болады. Ол Томмиді үйге шақырып, оған кофе дайындап береді. Бірақ Томми әкесімен бірге кофе емес, ішімдік ішкісі келеді. Сосын ол Пэдди Конлон жақсы әке болмағанын және анасы қайтыс болғанда әкесі хабар алмағанын айтып ұйықтап қалады. Бұл Брэндон Конлон, Томмидің ағасы. Бүгін қызының туған күні болып, соны тойлап жатады. Брэндон алып келген сыйлықтарды көріп, оның әйелі Тесс көп ақша жұмсап қойыпсың деп айтады. Қонақтар кеткесін, Тесс жұмысқа кетіп бара жатып, Брэндонға балаларды ұйықтатуын сұрайды. Және ақылды болып жүрсе, оны сыйлық күтіп тұрғанын айтып кетеді. Келесі күні Томми жақын маңдағы жаттығу залына жазылады. Онда ол бір жарыс туралы хабарламаны көріп қояды. Томми залда жаттығып жатқанда, кәсіпқой жауынгер Мэд Дог Граймс көз алдында біреуді құлатып тастайды. Кольт көмекшісіне алдындағы жігітке хабарлас, қазір келсе $200 беремін деп айтады. Томми оның орнына мен шығайын дегенде, Кольт оған рұқсат бермейді. Ол орнына бара жатқанда, артынан Мэд Дог күле бастайды. Сосын Томми айналып келіп, тағы да рұқсат сұрайды. Кольт оған, егер бір нәрсе болса өзің жауап бересің деп келіседі. Сөйтіп төбелес басталады. Томми оны 1-2 минуттың ішінде құлатып тастайды. Кольттың қасына барып, сен маған $200 қарызсың деп кетіп қалады. Брэндонға қайтып оралайық. Ол физика пәнінен сабақ береді. Бүгін оқушыларына Ньютонның екінші заңын үйретіп жатыр. Сабақтан кейін оның қасына банк қызметкері келіп, ипотеканың уақыты өткенін айтады. Және оны төлеуге 90 күн берілетінін, немесе банкроттық жариялауға болатынын айтып кетеді. Пэдди Конлон өзінің баласы Томмидің жас кезіндегі видеоларын көріп отырғанда, оның үйіне жаттықтырушы Кольт келеді. Кольт Томмиді сұрап, оны тауып беруін өтінеді. Бірақ әкесі көмектесе алмайым деп жауап береді. Брэндон өзінің әйеліне қоңырау шалып, бүгін менің жұмысым көп, үйге кешірек барамын деп айтады. Бірақ шын мәнінде ол ақша табу үшін төбелесуге келеді. Брэндон сол жердің сүйікті жауынгері Майкпен төбелесуге шығады. Басында Майк белсенділік көрсетіп, Брэндонға жақсы соққылар жібереді. Бірақ кейіннен Брэндон оны құлатып жеңіске жетеді. Сосын оған тағы 2 адамды жеңсең, 30-қа ие боласың деп айтады. Сөйтіп ол 3 төбелесті өткізіп, таңға жақын үйіне оралады. Брэндон әйеліне бәрін түсіндіреді. Сосын Тесс былай болмайды, ақша табудың басқа жолдарын қарастырып көрейік деп айтады. Томми әкесімен кездесуге келеді. Ол әкесіне, жақында үлкен жарыс болады. Әлем бойынша ең мықты 16 жауынгер жиналады. Басты жүлде $5 миллион. Мені жарысқа дайындайтын адам керек. Сен менің жаттықтырушым бол деп айтады. Әкесі мен келісемін, бірақ сен ішіп жүрген дәрілеріңнен бас тартасың деп оларды алып қояды. Мектепте оқушылардың бәрі кешегі төбелесті айтып жатқанда, Брэндон келіп өзінің сабағын өткізе бастайды. Сол кезде мектеп директоры келіп, оны өзіне шақырып кетеді. Сабақтан соң Брэндон директордың қасына барады. Директор оны сұрақтың астына алып, мұғалім бола тұра, ол жабайлармен төбелескен саған жараспайды деген кезде, Брэндон, мен бұрын сол жабайлардың бірі болғанмын деп жауап береді. Кажется, в резюме я об этом умолчал. Сосын директор, осында істегің келсе, онда ол жаққа баруыңды қой деп айтады. Ол үйіне барып, әйеліне, мені келесі жарты жылдыққа дейін сабақтан босатты, енді төбелесуден басқа амал жоқ дейді. Тесс оған қарсы болып, соңында амал жоқтан келіседі. Ертеңіне Брэндон өзін жаттықтыру үшін ескі досы Фрэнк Кампананың көмегіне жүгінеді. Оның бір ерекшелігі, ол өзінің оқушыларын Бетховеннің музыкалары арқылы сабырға үйретіп жаттықтырады. Фрэнк, менің Спартаға дайындап жүрген жауынгерім бар уақытымды соған арнап жатырмын. Бірақ сені де қоса алып жүрейін деп айтады. Кешке қарай Брэндон үйіне келгенде, оны көшеде әкесі күтіп отырады. Әкесі көліктен шығып, Брэндон, менің ішімдік ішпегеніме бүгін 3 жыл болды. Бір жерге барып отырып қайтайық дейді. Брэндон, әке, біз келістік қой. Маған хат жазасың, не болмаса қоңырау шаласың. Бірақ маған келмейсің. Сосын, ішімдік туралы мені қызықтырмайды деп үйіне бара жатқанда, әкесі оған Томми жайлы айта бастайды. Сол кезде ол бұрылып қайтып келеді. Әкесі Томмиді жарысқа дайындап жатқанын айтады. Брэндон, ол сенің сүйікті ұлың, ал маған ешқашан көңіл бөлмедің.
мені жарысқа дайындамады. Бірақ мен де сенің ұлың болдым ғой әке, деп айтады. Иә, оның рас. Сол үшін мені кешірші деп әкесі кешірім сұрайды. Әке, мен сені кешірдім, бірақ әлі саған сенбеймін деп үйіне кіріп кетеді. Әкесі болса, менің немерелерім өсіп қалыпты ғой, екіншісін мен мүлде көрмедім. Тым болмаса үйіңе кіріп кофе ішейік деп далада қалып қояды. Томми таңғы жүгіруден кейін жаттығу залына барады. Кольт оның жарысқа қабылданғанын айтады. Ол бір әйелге қоңырау шалып, мен өз уәдемді ұмытпадым деп айтады. Томми әскерде жүргенде, егер сен қайтыс болсаң, мен сенің отбасыңа қамқор боламын деп досына уәде берген. Сөйтіп жарысқа дайындықтар басталады. Жаңалықтардан Спартаға Ресейден ешқашан жеңілмеген Коба атты жауынгер келетінін айтады. Бір күні Фрэнк жарысқа дайындап жүрген жауынгері Марка дайындық кезінде аяғын жарақаттап алады. Ауруханада Марка жарысқа шыға алмайтынын айтады. Брэндон оның орнына мен жарысқа барайын деп өзін ұсынады. Фрэнк оған келіседі. Келесі күні Фрэнк Брэндонға қоңырау шалып, Спартаға қабылданғанын хабарлайды. Оны естіген Тесс, сен маған ондай үлкен жарысқа қатысам деп айтпадың ғой. Ол жерге ең мықтылар жиналады. Сен қалай олармен төбелесесің дегенде, Брэндон менде басқа амал жоқ деп айтады. Жауынгерлердің барлығын жинап, бір-бірімен таныстыру уақыты да келіп жетеді. Ол жерде екі ағайынды бір-бірін көріп қалады, бірақ сөйлесе алмай қалады. Әкесі теледидар көріп отырғанда, жаңалықтарда Томмиді көрсетіп, ол соғыс батыры екенін айтады. Сол кезде Томми серуендеп келемін деп далаға шығып кетеді. Далада екі ағайынды қайтадан жолығып қалады. Брэндон оны кафеге шақырады. Томми маған осы жерде ыңғайлы деп, кейіннен мен сені ағам ретінде санамаймын деп айтады. Себебі, сен анам екеумізбен кетпедің, сүйген қызыңмен қалып қойдың. Сосын анам қайтыс болғанда, менің қасымда ағам болған жоқ деп айтып кетіп қалады. Ертеңіне Спарта басталып, бірінші болып Томми шығады. Ол бір соққыдан қарсыласын нокаутқа жібереді. Келесі болып оның ағасы Брэндон шығады. Комментаторлар оны көріп, судағы алтын балыққа теңестіреді. Ол мықты қарсыласқа тап болып, бірінші раундта көп соққыларды алып, соңында буындыру әдісіне түсіп қалады. Не смей сдаваться! Ал екінші раундта Брэндон өзінің күресу техникасының арқасында жеңіске жетеді. Он твой! Не может этого быть! Не может быть! Сосын ресейлік Коба шығып, қарсыласын жарты минуттың ішінде құлатып тастайды. Вот это да! Все кончено! Артынан тағы Брэндон шығады. Ол қарсыласын тағы да күресу техникасымен құлатып жеңіске жетеді. Томми кезекті жекпе-жегінде қарсыласын аямай соққыға алады. Кешке қарай Томми автомат ойнап отырғанда, әкесі қасына келіп, балам, мен сені мақтан тұтамын. Сенің адамды құтқарып қалғаның үлкен ерлік деп айтады. Әке, мен содан кейін әскерден қашып кеттім деп жауап береді. Томми ары қарай толық айтпай, әкесіне дөрекі сөйлеп, маскүнем кезің жақсы еді деп оны қуып жібереді. Келесі күні әкесі шыдамай, ішімдікке тойып алады. Әкесін тыныштандырып, оны төсекке жатқызады. Кешке қарай Томми Мэд Догпен жекпе-жекке шығады. Мэд Дог болса, бәрін шулатып, бүгін мен кегімді аламын деп шығады. Алайда, Томми оны бір соққыдан құлатып, тағы да жеңіске жетеді. Остановите бой! Жартылай финалда Брэндон аты шулы Кобамен шығады. Бастапқы екі раундта Брэндон көп соққылар алып, жеңіліске келе жатады. Оның қасына Фрэнк келіп, біз бұл жерге жеңіс үшін келдік. Сен қайткенде де жеңуің керек деп ынталандырып жібереді. Если ты его не вырубишь, ты останешься без дома. Брэндон күш-жігерін жинап, барынша тырысады. Соңында ол Кобаның аяғын ауырту әдісімен жеңіске жетеді. Коба кричит от боли, и он сдается! Келесі жекпе-жекте екі ағайынды бір-бірімен шығатын болады. Сол кезде жаңалықтардан Томми әскерден қашып кеткені және ол жарыстан кейін қайта әскерге баратынын айтады. Жекпе-жек басталып, Томми бірінші минуттан-ақ соққылармен шектелмейді. Ағасына бар ашуын шығарады. Ал Брэндон болса өз мүмкіндігінше қорғанады. Закрывайся! Вот так, дыши! Успокойся и дыши! Жекпе-жек ортасында Брэндон Томминың қолын қайырып алады. Бірақ Томми беріліскеме қарсылық көрсетеді. Сол кезде Брэндон иығын қатты басып, оны шығарып жібереді. Томми иығы шықса да, жекпе-жекті жалғастыра береді. Брэндон одан жекпе-жекті тоқтатуын өтінеді, бірақ Томми әлі де ағасын нокаутқа түсіруге тырысады. Брэндон оны аяп,
інісін бір теуіп құлатып, сосын оны буындырып берілуін сұрайды. Стучи, Томми. Стучи, прошу тебя. Томми жекпе-жекті тоқтатады. Брэндон Конлон Спарта турнирінің жеңімпазы атанады.